Ар-Рахман, күллі жаратылысқа аса рақымды, шексіз мейірімді. Сенің қатты жақсы көретін бір марғауың болса, оның жаурап қалғанын, аш қалғанын, аяғын тасқа ұрып алғанын немесе ауырғанын қаламас едің, солай ма? Оның қамын ойлап мұңаяр едің. Міне бұл іште махаббатпен бірге кездесетін сезім мейірім деп аталады. Аналар мейіріммен балаларын құшақтайды. Оларға бір зиян келмесін деп, керек болса, тіпті өз жандарын қиюға да әзір тұрады. Қорқақ тауықтың өзі балапандарын қалай қорғайтынын білесің. Үлкен, қорқынышты тырнақтары бар арыстан да өз балаларына еш зиян келтірмейді емес пе? Ал пингвиндер болса, өз жұмыртқасын суықтан қорғау үшін айлап аш қалса да оның жанынан мүлдем айырылмайды. Сонда жүректегі бұл мейірім қайдан пайда болды? Адамның да, жануардың да бойында кездесетін бұл қасиетті кім жаратты? Әрине, Алла жаратты. Себебі Алланың көркем есімдерінің бірі Рахман. Рахман әр жандыны мейіріммен жаратқан дегенді білдіреді. Бізге мейірімін төккен Алла Рахман. Аш қалсақ, оның берген нығметтерімен қарнымызды тойдырамыз. Ауруға шалдыққанда бізге шипасын беретін де, бұлттардан жаңбыр жаудыратын да, сиырлардан сүт алғызатын да, бір-бірінен өткен дәмді жемістерді беретін де тек Алла. Егер қаласа бізді топырақпен азықтандырар еді. Алайда мұның барлығын біз үшін мейірімділігінің арқасында жаратты. Жер шарымызды көкпеңбек аспанмен қаптады. Күндізді күн арқылы жарқыратса, түндерді жұлдыздармен, аймен әсемдеді. Және Алла аналарымызды жаратты. Олардың жүрегіне жақсы көру мен мейірімді, кеуделеріне жылы әрі тәтті сүт бітірді. Себебі Алла Рахман. Рахман мен Рахим есімдері арабша рахмет сөзінен тараған. Жұмсақтық, жанашырлық, жақсылық, сүйіспеншілік, қамқорлық иесі болу, жақсылық жасау, кешіру секілді мағыналарды білдіреді. Әр-Рахман Аллаға ғана тән жеке есім, тек Алла үшін қолданылады. Рахман есімін қазақшаға бір сөзбен де, бір сөйлеммен де аударуға келмейді. Шартты түрде өте мейірімді деп аударуға болады.